Бүгін математикадан сабағымыздың тақырыбы қос теңсіздіктер деп аталады. Теңсіздік дегеніміз, балалар, бұл бір саннан артық немесе кем дегеніміз. Оны біз білеміз. Қараңдар, 3 4-тен кем, ал 4 3-тен артық. Бұл теңсіздік. Ал енді қос теңсіздік дегеніміз бір қатарға екі теңсіздік жазылады. Соны қос теңсіздік деп айтамыз. Қараңдар, 3 4-тен кем, 4 5-тен кем, немесе 5 4-тен артық, 4 3-тен артық. Демек, бұл қос теңсіздік деп аталады. Енді оның астында 3х-тен кем, х 6-дан кем деген белгісіз саны бар қос теңсіздік жазылған. Біз бұл жерде х-тің орнында қандай сан болу керек екенін тауып, соны жазып қоямыз жақшаның ішіне. Біз білеміз, 3 пен 6-ның ортасында аралығында 4 пен 5 деген сандар бар, иә? Демек, 3 4 пен 5-тен кем, ал 4 пен 5 6-дан кем болады. Дәптерлеріңді ашып, 6 сәуір қос теңсіздіктер деп осы берілгенді жазып қоямыз. Келесі кітаптарыңда 7-ші бетте 5-ші тапсырма бар. Бұл тапсырмада қос теңсіздік берілген. Осы қос теңсіздікті біз жеке-жеке теңсіздікке ажыратып жазамыз. Кейін 7 мен 12 санның аралығында қандай сандар болады, соны жақшаның ішіне жазып қоямыз. Мен біріншісін орындап қойдым. Астындағысын тура соған қарап орындап қоямыз. Оны болғаннан кейін үй жұмысы 11-ші тапсырма 8-ші беттегі. Бұл жерде жеке-жеке теңсіздік берілген, біз соны қос теңсіздікке айналдырып жазамыз. Жазып болғаннан кейін сандық сәулесін сызамыз. Сандық сәулесінде 0-ден 12-ге дейін болған сандарды белгілеп шығамыз. Кейін жақшаның ішіне осы 6 мен 12 санының аралығында қандай сандар бар, соны жазып қоямыз. Тура сөйтіп астындағы тапсырманы орындап қоямыз. Сау болыңдар.